Саған болашаққа кемел бағдар. Жан біткеннің делебесін қоздырып, жүрегін атша тулататын төленеріміз айтыс. Айтыс дегенде елең етпейтіндер кем-де кем, өз сөзін сөйлейтін ақындардың төбесіне көтереді ел. Айтыс өнерінде аузымен құс тұс деген, талайды шаң қаптырған азулы ақындар бар. Бүгінгі әңгіме солардың бір шоғыры жайлы болмақ. Қарасам маңайыма бәрі патсан, соларға қараймын да кәртиемін. Ертөстігім бір төбе дегендейін, ішінде он ақынның нар түйемін. Балғынбек Имаш пен Жандарбек Бұлғақов Жетісу айтыс мектебінің өкілдері. Айтағын Бұлғақовтың шеберлік дәрістерін жете меңгерген ақындар. Құлынында құнаннан озған, құнанында құланнан озған Жандарбек Бұлғақов. Барын салып қолдаса мына халық, жанын салам деп отыр Жандарбегім. Айтыс жоқта да экраннан түспеген кіл жүйрікте кім жүйрік ақындар айтысының жеңімпазы Айнұр Тұрсынбаева. Шүкірлік етем Аллаға, ай сайын шығып алдыңа, батасын елдің алыппын. Айнұр Тұрсынбаева мен Сара Тоқтамысованың түбі бір. Ұлы Абай туған топырақта дүниеге келген қос ақын қыз кешегі Сара Ұлбикенің көзіндей. Еліктің ерке лағындай, еркелеп өстім ортаңда, тобымнан озып бәйг алсам, Айнұр ақынға айналсам, әуелі Алла, содан соң ағайын сенің арқаңдай. Айнұр отбасының шешімімен Жамбыл жеріне қоныс аударғанда шынашақтай қыз еді. Өсе келе сол өңірдің намысын қолдан бермей, додаларда жүлдегер атанды. Бүгінде ол айтыстың аққуы. 35 автокөлік мінген айтулы ақын. Армысың айналайын айдың нұры, секілді құлпырасың майдың гүлі. Оксфорд оқымай-ақ білім жинап, 34 көлік мінген байдың бірі. Үлкен мектеп қалыптастырған ақын. Айнұрдың соңынан кәдімгідей бүкіл жас қыздардың, жас ақындардың бір Айнұрға еліктеп шықты. Айтыста шақпа тілімен, өзінің бір тапқырлығымен, өз айтысқа ерекшелігін алып келген ақын. Айнұрды мәңгі баладым досқа, бұл менің кобрам іздебен оста. Балғынбек Имаш әзілімен талай мықтыны түйреген ақынның филология ғылымында да бағы жанды. Ұстаздары Тұрсынбек Кәкішев, Рымғали Нұрғалиев кандидаттық диссертация қорғауына зор үлес қосты. Балғынбектің стилімен, Балғынбектің жаңағы дәстүрімен айтысатын ақындарымыз жоқ емес бүгін. Құдайға шүкір, сонардың барлығын өзінің соңынан ерте білген ақын. Балғынбек пен Айнұр ерте уақыттан бері, ол 20 жасқа толмай тұрған кездерінде бір 17-18 жасынан бастап бірге айтысқан, екеуің әзіл жарасқан, екеуін бір-бірінсі жаңағы сахнада шыққан кезде қыз бен жігіт айтыс бір толмай тұратын сияқты, бір толықтыратын сонда жұп. Бісміллә сөзді бастайын, жырғымыз құйып сабаңа. Күнделікті өмірде тынбай салды. Ал сахнаға шыққанда өзгеріп шыға келетін ақын болса, ол Сара Тоқтамысова. Домбырасын бебеулетіп, жырын төкпелетіп жібергенде, тыңдарманы тыпыршып, қарсыласының құты қашып шыға келеді. Сарада бір керемет екпін бар. Сара сахнаға шыққан кезде, енді бұрын ақын қыздарым сахнада майысып отырып айтысатын болса, Сара сахнаға шыққанда бір кәдімгі дауыл соқтырады. Балғынбектерің бұлқ етпейді, Жандарбектерің бүлк етпейді. Бетіне басып айтпасаң, беті қызарар, ей, түрі жоқ. Сара Тоқтамысова өте қабілетті ақын. Меніңше жақсы жаңағы есте сақтау қабілетін айтып тұрмын мен. Екіншіден сахнада ойнақы қарсыласты жаңағы тап бермеде шап беріп отыратындығы бар. Болашағына мен сенемін. Бәрекелді, құтты болсын. Жандарбек Бұлғақов айтыс аламанына тым ерте қосылған жүйрік. Әкесінің ортасын көріп, айтыстарын жүрегіне түйіп өскен ол алтын домбыра иегері атанды. Жандарбек бұл үлкен мектептің өкілі ғой. Жандарбектің алдында оның әкесі Айтақын тұр. Оның бер жағында жаңағы ағасы Балғынбек тұр. Соның іздерін басып, кішкентай кезінен көз алдымызда өсті Жандарбек. Ана қазақта мақал бар ғой, диірменде туған тышқан дүбірден қорықпайды деген. Осы біздің Жандарбекке келеді. Үй соғуға
айтуға шамасы келмесе де айтысқа қол соғуға келген жандар. Азулы ақындарымыз ел бірлігін жырына әрдайым арқау етеді. Айтар ойы бар, өткір сөзі бар азулы ақындар бар да, төл өнеріміздің мәртебесі асқақтай берері сөзсіз.